Арма қазақ елі, бүгінгі жүйе бағдарламамыздың кезекті қонағы халыққа қызмет ету орталығының қызметкері Гүлмира ханым келіп отыр. Қош келіпсіз, Гүлмира ханым. Өзіңізге ескертіп кетейін, біздің бағдарламада жалған ақпаратты айтуға болмайды, біреудің ар намысына да тиюге болмайды. Өзіңіздің аты жөніңізді толық айтып, біздің көрермендерге өзіңіздің басыңыздағы өтіп жатқан оқиғаны айта берсеңіз болады. Рахмет, Айгүл ханым. Менің есімім Мошатаева Гүлмира Құлбосын қызы. Мен қазіргі таңда Қаратау 2 бөлімінің маманымын. Маман болып қызмет атқарып жатырмын. Мен бұл жұмысқа 2018 жылдың 27 желтоқсанында кірген болатын. Бірақ ол кезде декреттік орынға кірген болатын. Гүлмира ханым, біздің бағдарламамызды бүкіл ел көреді. Сол себепті халыққа қызмет ету орталығы Шымкент қаласында. Шымкент қаласында. 2018-де сіз жұмысқа қабылдандыңыз. Бірақ жұмысқа қабылданған кезде декреттегі қызметкердің орнына келдіңіз, декреттік қызметтегі орынға. Ол орыннан кейін сізді қай жаққа ауыстырды? Әл-Фараби 2 бөліміне ауыстырды. Әл-Фараби 2 бөліміне. Себебі қазір халықта сұрақ туындайды. Жалпы қалай жұмысқа тұрды, қалай келді, кейбіреулер декреттік қызмет дегенді түсінбейді. Сол себепті барлық халыққа түсінікті болу үшін мен ашық түсіндіріп айтып кетіп жатырмын да. Әл-Фараби 2 бөліміне ауыстым мен, декреттегі келіншектің орнына. Сөйтіп ол жерде бір жылдан кейін қайтадан декреттің орны шықты. Сөйтіп мен кадрге барам ғой, маған таныстырады бір ай қалғанда. Орнына шығып жатыр, сен босайсың деп барам. Ойбай, мені қайтадан бір жерге қойып беріңіздер, мен көп бала анам, мен бір жолдасым айлығы жетпейді деп барам. Әр декрет шыққанда сөйтіп мен кадрге барып жалынам сөйтіп. Ең соңғысында былтырғы октябрьдің 6 күні маған уже тағы да сол 4-ші ма декретім ал. Сол кезде уже мүлдем декреттің орны жоқ деп мені шығарып салды. Жұмыстан мүлдем босайсыз деп. Декреттің де орны жоқ деп шығарып салды. Неге десем, мораторий Астана шешеді, рұқсат жоқ, жұмысқа ешкім қабылданбайды деді. Мен оны бардым да, кішкентай 2 айлық шақалағымен мен Астанаға бардым. Қар борап тұр кезде Астанада. Кірдім, сөйтіп НАО-ға бардым ғой, енді общий Қазақстан бойынша сол НАО-ға қарайды ғой. Кіргеннен ол жердегілер мені күтіп алып, мына қалаға звондады. Осынша жағдайға жеткізбей орын табуға болмады ма деді. Болды, олардан сұрады бұл жақта қандай орын қай жаққа алынып жатыр. Сөйтті да, болды, сізге біз уәде береміз, 1 айдың көлемінде сізге орын шығады деп. Мен қайттым. Келдім, маған 1 аптаның көлемінде орын шығарып берді бұлар. Мен 5 жылдан бері аламай жүрген орынды мен Астанаға барғанымнан соқтан маған шығарып берді бұлар. Сөйтіп, оказывается, бәрі болады екен да. Тек қана жоғары жаққа бару керек екен. Мен менің айтайын деген мәселем, біздің Шымкент қаласында барлық нәрсе негізі сатылады да бұл жерде. Мен ондай жағдайым жоқ. Жағдайым жоқ та, мен үйтіп беретін ақшам жоқ. Мен өзім 7 баланың анасы, мен ол бәрі уже үлкенім 11-ші классын бітіріп жатыр. Ол оқыту керек, мен жолдасым айлығы ештеңеге жетпейді. Сол маған орын тегін шықты бұл жерде да. Содан маған соңыма түсіп алған. Қудалау басталды. Қудалау басталды. Әдеттегідей Шымкентте кім арызқой, кім жоғарыға барып арызданады, бәлеқор атанады, бітті. Соның артынан түсіп алып қудалайды ғой. Түсіп алып қудалайды. Ол басталды. Мен сол 6 ноябрьде жұмысқа түстім. Сөйтіп түстім, сол маған айтты. Мен өзім үйім қасы болған кейін, сол Астанадағылар айтты. Үйінің қасындағы соңға қандай должность болса да жіберіңіздер, емізулі баласы бар екен, үйіне жақын жерге барып келеді деп. Сөйтіп сол мен Нұртаста мен істеп жүрген жаңағы жұмысым, өзім үйім Тассайда тұрам. Уже 10 минуттық, 7 минуттық жер барып келетінмін. Мен сол ыңғайлы болғаннан кейін мен шықтым жұмысқа да, өйткені жаңа арасында барып емізіп келем деп. Сонымен мен бір күні барам, сөйтіп мені уже жаңа жылда премия береді бізге. 1 оклад премия. Сөйтіп маған түспейді, мен түсінбеймін, неге түспейді маған премия? Бәлеқорсыз қойып келді. Сөйтем да, звондаймын, неге түспейді? Сөйтіп бөлім басшысына, мен білмеймін, оны кадрден сұра дейді. Кадрға звондасам алмайды телефондарын. Бухгалтерияға звондаймын. Сөйтіп алмайды, ақырында алды. Қалған қызметкерлердің барлығына түседі. Сөйтеді да, жаңа бухгалтерия звондайды, білмеймін, Гүлмира, бізге кадр берді спискті дейді. Не үшін саған түспейді, мен білмеймін, сол уақыттан сұра дейді. Мен бардым. Уже 29-шы пятница екен, 29 соңғы жұмыс күні, 31-і
воскресенье 29 күні ғой, сағат 4:30 болады, мен түсінбеймін, неге түсінбейді. Күйеуім де айтады, сенде ешқандай нарушение жоқ, қазір өздері қателесіп деп түсіріп береді, уайымдама дейді. Барам, кадрге кірем, не үшін маған премия түспеді деймін ғой, сіздер екен десем, сізде наказание бар дейді маған. Өлі қандай наказание, мен өзім жұмысқа түскеніме жақында ғой. Сіз дейді киім үлгісін бұзғансыз дейді. Сондағысы мен кроссовка дейтін кроссовка емес, мен қара замогы бар аяқ киім киген, соны түсіріп алған. Ол жерде сөйтіп мен оның ойымда ештеңе жоқ, бөлім басшысы өзі сұранып кеткен зам маған түсініктеме жаздырды. Мен жазбаймын десем, ештеңе болмайды, ашын жазып берсеңші болды деп маған алдырып түсініктеме жаздырады олар. Сөйтеді да соны телефонмен жіберген, оны қап-қара қылып шығарып алған, сөйтіп менің кроссовкамды түсіріп алып, бәрін дайындап қойған аналар. Уже басталды ғой содан. Сөйтіп мені 250 мың премиямды жеп қойып отыр да бұлар. Сөйтіп мен ана жерде жылаймын, мен ипотекаға өзім бақытты отбасымен көп балымен кредитке үй алғам. Уже соны төлем, мен соған сеніп отырмын да уже. Сөйтіп ана жерде отырып мен жыладым кадр басшысына, неге сіздер неге әділетсіз істейсіздер, менің 7 балам күтіп отыр, ертең жаңа жыл, менің үйімде қазір бала шағам күтіп отыр ғой, не себептен десем, сен сондай кейін, бұл қалай деймін, хотя бы ескерту беруге болатын шығар, мен жұмысқа түскенім кеше ғой деймін да мен. Жоқ деп, жарайды дедім, сіздердікі дұрыс болса мен қазір барып прокуратураға шағымданамын. Дұрыс болса сіздердікі тексеруге берейік дедім. Сіздердікі дұрыс болса мен қоям дедім. Ал дұрыс емес болса сіздер маған түсіріп бересіздер. Мен шығып кеттім. Шығып кетіп баратқан жермен кадр басшысы маған звондады. Асхат Тұрсынбаев. Сен қаяққа кеттің? Қазір іс жаққа барған жоқсың ба деді. Жоқ, барған жоқ. Үндемей маған кабинетке кел деді. Кабинетіне бардым. Телефоныңды ана жерге қойып қойшы дейді маған. Бір нәрсені басып алады дейді ғой. Сөйтіп мен қазір мына бапты оқып көрсем, бұны әшейін ауызша ескертуге ауыстыруға болады екен. Мен саған қазір премиямды түсіріп берем деді. Олардікі дұрыс болса, маған өлсін түсіріп бермейді олар. Сен бірақ ешкімге айтпашы деді маған. Түр деген ол кісінің уже түрінен тұра алмаған, мен прокуратураға барам дегенге. Ол заңсыз приказ шығарып отыр да. Ол мен білсем, ол киім үлгісіне ондай шықпайды екен ондай. Премиядан не алмайды екен. Сөйтіп сен ешкімге айтпар, мен ешкімге айтпадым да оны өтінгеннен кейін. Сөйтіп маған қалай түсіріп бересіз, уже сағат 5:30 болады, қазір отчет жабылады дейсіз ғой десе. Премия қандай кезде түспейді білесіз ба? Егер де сіз қатаң сөгіс салсаңыз. Соны айтып жатырмын ғой, мен киім үлгісіне мен бір футболкамен барған жоқ, мен ақ кофта, қара, бізде бар стандартта, верх белый, вниз черный. Мен соны киіп алғам. Аяғымда ол кроссовка дейді, кроссовка емес, қара, кәдімгі замогы бар, табаны ақ екен. Соны түсіріп алған, соны уже бұлар соған не отыр. Ілік іздеп жатыр ғой. Ілік іздеп жатыр ғой менен. Шымкент қаласында жалпы сондай ғой. Сондай ғой. Мен ілігіңді іздейді. Астана бар приказ шығарып келдім, бұлар өздері шығармады. Сол ғой бұлардың өлтіріп баратыр ғой. Мен тегін шығып қалдым аға приказ. Сөйтем да, қалай сіз түсіріп бересіз? Отчеттың бәрі жабылды, мен түсіріп берем ғой деді. Сөйтті да, сен қазір бара бер, енді қазір саған түседі деді. 6-ға 10 минут қалғанда маған премиям түсіріп берді. Оны тексерсе де болады. Маған сол кезде ол приказ, білмеймін, сенбесте тұру керек, по-моему, оны аннулировать етпесіміз. Бұлар приказ шығарады, 2 күннен кейін аннулировать ете береді. Бұл жер білмеймін. Қағаздан десеңізші. Базар ма, мен түсінбедім, шынымды айтсам. Сөйтеді да, маған сол 6-ға 10 минут қалғанда бухгалтерия менің премиям түсіріп берді. Онда да мен 250 мың оклад аламын, 205 мың түсіріп берді маған. Сөйтіп мен бухгалтерияға звондадым. Менің окладым бұндай емес, мен көп бала алтын алқа, егер менен подоходный налог ұсталынбайды, мен страхование ұсталынбайды, мен окладын прекрасно білемін. Жаңа жылдан кейін көрейікші дейді. Жаңа жылдан кейін 128 мың бір түсіріп берді. Бұл тағы да бұндай емес, менге тағы да жетпейді дегенім 3-ші бөліп 20 мың тағы түсіріп берді. 3 бөліп түсіріп берді мен премиямды. Сөйтіп ол кетті, мақұл қойдым ғой оны. Сөйтеді да жаз айында, шілде айында ма білмеймін. Мен отырмын, бізде мына жерде жаңағы халық көп болғаннан кейін бастығымыз өтініш айтатын еді, мына халықты бітіріп кетіңдерші, ондай жаңағы жұмыстан 6-ға шейін ғой негізі біздің жұмыс уақытымыз. Біз 7-ге шейін отырып қабылдайтын едік адамдарды да. Сөйтіп отырған кезде бір 6-тан аса СБ ана жерде мен 1 сағат аңдып отырып, сол жерде маған жаңа клиенттер айтты. Олар сізді біз көрдік деді, 1 сағат сізді аңдып отырды да, сізді тапсырмамен келген көрініп отыр деді. Келеді да, мен документ қабылдап отырам, баса көктеп СБ мамандары. 2 адам, біреуінің аты Ерлан ба, білмеймін, есімде жоқ. Қабылдап отқан документін жұлып алып, сіз дейді без хозяин оформить етіп жатсыз, сізді қазір сізге бір нәрсе аламыз, мені кабинетке алып кетті, тоқты түсінбей қалдым, мен алдында адам не істеп жатсыздар? Дәл осы жерде Гүлмира ханым сөзіңізді бөлейін. Көрермендерге түсінікті болу үшін
сөзіңізді бөліп отырмын. Яғни сіз жаңа жұмыс істеу барысында құжаттарды қабылдайсыз, иә, халыққа қызмет ету орталығында. Сол жерде сізге, яғни СБ деген өздеріңіздің іштеріңізде қауіпсіздік комитет, департаменті бар ғой, өзіндік қауіпсіздік іштерінде тексереді. Ішкі қауіпсіздік сіздерді тексереді. Сол сіздерді келіп тексеріп отыр. Жалпы біздің Шымкент қаласында, мына жоғары жақтағылар көрсінші, 7 баласы бар көп балалы әйелдер қалай құқығы тапталып жатқан, бізде гендерлік саясат, президентіміздің айтып жатқан әйел құқығы Шымкент қаласында қалай қорғалатынын көрсінші. Бұл күшті жаңалық болайын деп тұр. Бір керемет бағдарлама болып тұр бұл. Шыны керек, қазақ әйелдері оянып жатыр. Қазақ әйелдерінің құқығы мемлекеттік қызметтен бөлек, жай сіздер енді жекесіздер ғой. Ол жерде қалай әйел адамдарының құқықтары қорғалатынын, жұмыс істеп жатқанда ол кісілерді қалай қудалайтынын осылай ашық көрсететін уақыт келді. Жалғыз сіз емес, негізі халыққа қызмет ету орталығынан келіп жатқан осылай жан айқайыңызды айтып өте көбейіп кетті соңғы уақытта. Себебі сіздердің қызметтегі орындарыңыз бәліш сияқты сатылады. Ол жасырын емес. Себебі осыдан қателеспесем 15 күн бұрын дәл сіздің шағымыңыздай бір кісі келіп, жаңағыдай орныңды босат, ол кісінің орнына 3 миллионға басқа қызметкер алып қойған, сол үшін орнын босатуды сұраған. Сіз осы ақпараттарды растайсыз ба? Иә, растаймын. Сіздерде бір қызметкердің орны 3 миллионға дейін ба сонда? Сондай әйтеуір сатылады екен орындар. Менде нақты дәлел жоқ та қолымда. Бірақ ол кімнен сұрасаңыздар, біздің Шымкентте орындар тек қана сатылады. Тек қана көке-шәкесі барлар отырады. Біз сияқты ешкім жоқтар ары бері лақтырады, қалаған жеріне жібереді, үстінен келіп қудалай береді, артыңа түсіп алады. Сондай біздің Шымкентте. Жаңағы өзіндік қауіпсіздікте жұмыс істейтін қызметкер сізді қолыңыздан тартып, жаңағыдай басқа бөлмеге кіргізген екен, қандай іс-әрекеттер жасады? Мен кірдім, сөйтіп бөлім басшымыз отырды, сөйтіп мен түсінбей қалдым. Маған түсіндірсеңіздерші, не болып жатыр дедім. Сіз дейді, мына жерде қарап отырып, сіз басқа адамды қабылдап отырсыз, алдыңызда басқа адам отырсыз. Қандай дәлел? Жүріңіздер, информационны барып тексерейік дедім. Мен видеоға түсіріп жатсам, бұлар маған жала жауып жатса, маған түсірме дейді ананы. Мен айттым, маған нақты доказательство берсеңіздерші. Сөйтсем, бұл кезде жағдай мынандай болған, мен түсіндіріп айта кетейін. Бізде налог төленеді, бір ата сағат 2-де талон алған ол кезде. 2 теңгесі жетпей қалған, сөйтеді барып кассаға төлеп келсе, талон уақыт өтіп кетеді. Сөйтіп ол кезде сол жазай ғой, ол талон алған кейін кешкі сағат 6-та бірақ келеді ол кісінің талонында. Адам көп та бұл жерде. Сөйтіп біз уже 6-тан асқаннан кейін тез талонды бәрін шығарып бітіруіміз керек. Сөйтіп төбемде бастық тұр менің. Тез баса бер, сөйтіп бір кезде басып қойып, екінші талон шығардым, ана жаңағыдегі ата жүгіріп келді мен алдыма. Қызым, неге басып қойдың? Мен 2-де алдым ғой талон. Бір рет барған кезінде қайтарып жіберіңдер, 2 теңге жетпейді деп. Енді мен қазір алған едім, мен 4 сағат отырдым деді. Сен неге басып қойдың деді. Сөйтіп бастық айтты, болды. Кешіріңіз, қазір бұл қыз өзі талон алып, сізді қабылдап жібереді. Уайымдамаңыз деді. Соған барып өзім талон алып, мына жерде ата отырдыңыз, қазір мына уақыты келгенде мен сіз шығарып сол кісіні отырғызып қойғам. Олар ойлап қалған ғой, оның бастықтың өзі біліп тұр. Сөйтеді, ол кісі отыр, сөйтсіме соны түсіндіріп атып, соны түсіндіріп айтты анаған. Сөйтеді, маған жаман сөздер айтты ана кісілер. Мен айттым, сіздер қандай сөздер? Сен бес хозяин істеп жатсың мына жерде, сен пара алып бір нәрсе істеп жатсың деймін. Әйтеуір менің ана жерде адамдардың бәрі ойлап қалды, мені бір заңсыз әрекет істеп жатсың. Мен ар-намысым тапталды ана жерде, Айгүл ханым, шынымды айтсам. Сөйтемін да, мен дедім, қазір сіздердің үстілеріңізде еңбек инспекциясын шағынамын дедім. Мен қазір жолдасымды шақырамын дедім, күйеуім шағын. Сіздер бұл жауап бересіздер. Өйткені мен бәрі уже мен басқаша түсініп қалды ана жерде. Сөйтеді да, мына шығып кеттім. Сөйтіп келіп, анау екіншісі келіп кешірім сұрады менен. Ешкімге шағымданбай қойыңыз, біз қателесіптік. Болды, мына кісіні енді қабылдайсаңыз, уже 6-тан асып кеткен. Өз қызмет бабын асыра пайдалану тұр ғой. Сондай болып тұр ғой, иә. Сөйтіп мен жоқ, мен қабылдамаймын дедім. Уже мен уақытым асып кетті. Менде бала шағам бар дедім. Мен де кішкентай емізулі балам, мен қайтам деген. Маған қоймай отырғызып қабылдатты. Мен қабылдадым ана кісінің несі үшін қабылдадым, адамгершілікпен қабылдадым. Үлкен кісі, қарт кісі ғой.
сөйтеді да ертесіне жаңағы айтады ғой, олар кешірім сұрап кетті. Түнгі сағат 11:30-да сол СБ-ның басшысы Қайрат Байжаркенов деген звондады маған. Бағана не мәселе болды, мен балдарым қателесіпті, зато сен честный істейтінін білді, қоя сал Гүлмира деді маған. Мен еңбек инспекциясына жазайын ба деген едім. Сөйтіп маған басшысының өзі звондады, сөйтіп түнгі сағат 11:30-да. Оның барлығы фиксация бар ғой енді. Мен қойдым, телефонды қойдым. Сөйтіп мен қоя салдым, болды қойшы, мен өйткені ол кісі менде сайрамда бірге жұмыс істегенбіз, сол кісіні мен сыйлағанымды мен қойдым, жазған жоқпын ары қарай. Өйткені ертесіне ана кісі келді да, маған жазып берді ол кісілердің үстінен. Действительно бұл қыз мен сондай жаңа өзінің жағдайын жазып беріп жатқан, мен сізге қарсы не қылсам, мен сізге сіздің сөзін сөйлеп шығамын деп ол кісі жазып берген маған сол кезде. Ол сонымен ұмытылып кетті. Сөйтіп қараша айының 25 күні ротация дейді ғой. Ротация. Сөйтеді да, ротациядан алып мені ротациялы Абайсонға лақтырады бұлар. Абайский сон. Ол қай жақта? Ол анау центральный ғой, Қажымхан ғой. Сөйтіп менімен бірге менің бөлімнен 4 адамды алады, олардың ешқайсының мен неудобный адамсыздар. Ол ешқайсының мен құсаған 7 баласы жоқ, емізулі баласы жоқ, кәдімгі. Кетсе кете береді ол иә, сондайлар. Тек қана әйел адамдарды ауыстырады. Ол жерде отыр, мысалы үшін, ол миграционный, официальный ЦМУ емес, ол Әл-Фараби 2 бөлімі. Ол жерде 16 жылдан бері отырған адамдар да отыр да, ер кісілер де отыр ол жерде. Бірақ келетті, именно мен ауыстырады ол бұлар. Мақұл, мен оған көніп, ертесіне кірем жаңағы директор ханымға, әйел адам директор хан, Тобаева Айнұр Шорабек қызы. Кірем, айтам, маған өтініш, мен жарайды, мен көнем, бірақ кішкентай балам бар еді, мен емізу балам бар еді. Хотя бы осы садик жасына ілінгенше, немесе балдарым сабағы біткенше, мен қайтадан сол жерге қоя тұрыңыздар десем, жоқ, сіз қайтадан бармайсыз дейді маған. Неге десем, бара алмайсыз дейді. Жоқ, мен сізге жағдайымды айтып келіп отырмын ғой, не үшін деймін ғой, жауап бермейді, жоқ, сіз бара алмайсыз дейді. Ротация есть, ротация, 45-ші бап дейді. Жоқ, 45-ші бап болса да, бұл жерде мен жағдайымды айтып, ол ана да өзі, мен ана ғой деп өзім жағдайымды айтып кірдім. Бірақ мен жағдайым қараған. Сөйттім да мен шағымдандым. Сіздің Айнұр ханымыңызға мен мына жерде үндеу айтып жіберейінші. Айнұр ханым, 45-ші баптан жоғары көп балалы әйелдерге арнайы заң бар. Егерде баласы емізулі болатын болса, жұмысы үйінің жанында болу керек. Және бұл кісіге арнайы сұранған уақытта үйіне жіберіп тұруға да мүмкіндіктер берулеріңіз керек. Яғни бізде әйел адамдардың, оның ішінде көп балалы аналардың құқығы біздің мемлекетте қорғалған. Сол себепті енді 45-ші бапқа сілтеме жасайтын кезде әйел адамдардың бала шағасына көңіл аударғаныңыз дұрыс деп ойлаймын негізі. Сіздер өз құқықтарыңызды қорғай біліңіздер. Сіздерге үлкен мәртебе берілген. Біздің мемлекетте көп балалы ана ретінде сізге біз құрмет көрсетуіміз керек. Әрі 7 баланы тәрбиелеп жатсыздар. Одан кейін міне халыққа қызмет етіп жатсыз. Осының барлығына сізге жағдай жасау керек қой мемлекет. Сіз мемлекеттен тегін ақша сұрап отқан жоқсыз ғой. Мені асыра, үкімет деп отқан жоқсыз ғой. Дұрыс па? Балдарым өзім асырап отырмын. Мен барып мен бастық қыл деп атқан жоқпын жерге, мен зам қыл деп атқан жоқпын. Мен уақытша хотя бы кішкентай балам садик, балабақша жасына ілінгенше мен орында қалдыра тұрыңыздар деп сұрандым. Өйткені Айгүл ханым, менің 4-ші класс оқитын ұл балам қарайды да, балдарым сменмен оқиды да. Мен обед уақытысында барып, 1 мен 2-нің арасында барып, ауысып кететін уақытта мен барып, балдарым жаңа 5-ке бөлеп, тамақтарын беріп, жағдайын жасап кететін едім. Ұл балам қарайды, 4-ші класс оқитын ұл балам, 1-ші класс оқитын қызымды үлкен жолдан алып өтеді мектептен да, оның бәрі маған уайым мысал үшін. Үшеуі ғана отырады обедтен кейін. Жаңа бесіктегі балам, 1-ші класс оқитын қызым, 4-ші класс оқитын ұлым. Қалғандары мектепте болады. Мен сол жағдайымның бәрін айттым. Ал егерде сол мен балдарым қаншама нәрсе болады ғой, мен балдарыма бір нәрсе болып қалса, ешкім ештеңкесі кетпейді бұл жерде. Өзіңізді кінәлайды ғой, үйінде отырмаймын ба деп. Маған айтады, сен неге декретке шықпайсың? Менің ипотекам бар, бақытты отбасымен алған.
мен көпбалалы бағдарламасымен ипотекам бар. Сізге мемлекет үй берген жоқ, тегін, дұрыс па? Тегін берген жоқ, мен ипотекаға алдым. Соны мен төлеуге мен өзім әрекет жасап жатырмын да. Мемлекетке қол жайып отқан жоқсыз ғой соны айтып енді. жатырмын ғой, мен ешкімге сұрап жатқан да жоқпын бұларды, маған неге жағдай жасамайсыңдар деп. Мен тек қана уақытша болса да мен сол бөлімде қалып жұмыс істей тұруымды сұрандым. Бірақ мен талай жерге жаздым, бәрінің жауабы бір. Ол мына беріп жатыр ғой маған жауаптар. Сізді ол жерге ауыстыруға мүмкіншілік жоқ деп жауап берген Тобаева ханым. Ол жерге неге себебін айтпайды. Міне бөліміне ауыстыруға мүмкіншілік жоқтығын хабарлаймыз дейді. Мен еңбек инспекциясына жаздым. Сөйтеді еңбек инспекциясына, осы жерде бір мәселе бар. Мен жаздым. Сөйтеді да жаңа жылдың алдында маған ол жаңа шақырып алады еңбек инспекциясы. Сіз айтпай қойыңыз, мен айта салайыншы, еңбек инспекциясы. Сіздің еңбек инспекцияның басшысына халыққа қызмет ету орталығының басшысы звондайды, немесе шәйге шақырады, сонымен мәселе шешілді. Сөйтті, маған уақытша сіздің құқығыңыз қорғалған жоқ. Қорғалған жоқ. Мені алдап-сылдап арызымды алғызды. Мен таңғалмаймын. Дәл қазір жоғарғы соттың шешімін Шымкент қаласының еңбек инспекция басшысы орындауға қауқарсыз болып отыр. Бізде барлық бап көрсетілсе де. Себебі не? Мен түсінгенім, бір басшыға звондайды екен бұл жақта. Сөйтті, мен көзімше звондады ғой. Не қыласың, ол қызметкер бәлеқор, оның құқығын қорғап керек емес. Тура осылай істеді. Одан да ол жүре берсін. Ана жаққа жазады, мына жаққа жазады, шаршайды, сөйтеді де жұмыстан кетеді дейді. Сөйтті. Дәл сізде де сондай болды. Таңғалмаймын, өйткені Шымкент қой. Шымкент. Мен сол жаңа жылдың алдында, осы 2024 жыл декабрь айында еңбек инспекциясына шағымданған кезде, ол мені кабинетіне шақырып алды. Серік Бақтыгереевич деген. Сен қазір деді, арызың шағымды ала тұр, маған уәде бер. Менде оның бәрі тұр, скринда тұр, маған жазғаны бәрі. Маған уәде берді деді кадр басшысы. Оны мен директор ханымды көндіремін, оны қайтадан ауыстырып беретін болдық деп, маған арызымды алғызды ғой бұлар. Сөйтті да, оның бәрі жазылған, бәрі тұр менде. Сөйтіп мен арызымды алдым, уақытша тоқта тұруыңызды сұранам деп. Сөйтеді да, жаңа жылдан кейін барам. Мен көзімше звондады кадр басшысына, сөйтсем, жоқ, ауыстырмаймыз. Мен айттым, неге мен шағымды алдырдыңыз дедім. Енді маған сол еркек болып уәде берді ғой, мен не істеймін енді дейді. Сөйтіп айтты маған, сөзің ашық. Еркек болып уәде берді. Жаңа Асқат деген мырза ма? Асқат, сөйтіп неған ғой. Сөйтеді да, бұл жаңа ол кезде директор отпускеге шығып кетті, анау деді, мынау, әйтеуір мен жазып жатқан кезде, мен жан-жаққа жаздым ғой. Сөйтіп балалардың құқығын қорғау, адам құқығын қорғау, маған жаңа заңгер көмектесті ар жаққа жазуға. Енді мен жан-жаққа жаздым, бұлар мені не қылды ғой. Сонымен мені жаңағы құқық қорғау Абдезов деген кісі бар осы қалада. Сол мені шақырды. Бардым, жағдайын бәрін айттым. Ол кісі де менің сөзім сөйлеп отыр. Сізге жағдай жасалу керек. Неге? Олар Астанаға звондаған, Астана адам құқығын қорғайтын омбудсмен ба? Жергілікті жердегі. Ол кісі де менің сөзім сөйледі. Сөйтіп олар Астанаға звондайды. Астана бұл директорға, бірақ директор ешкім айтқанын істемейді екен. Ол тек қана өзі шешеді екен. Ол мені қоймайды екен ол жерге. Себебі не десем, біз бір ауыстырған жерге қайттап қоймаймыз дейді. Сөйтіп, мен осы жақын арада март айында уже маған қиын болып кетті, уже балдарым сабағы. Сөйтіп мен бұлар ештеңе шешпеген кейін мен баламды алып қайтадан Астанаға бардым. Маған сіздер көмектесетін шығарсыздар. Мен уақытша болса да балдарым сабағы біткенше мен қайтадан қойып беріңіздерші. Сонда мынау не үшін дедім. Сонда бір директорге сөздеріңіз өтпей ма дегенем. Ол кісі жаңа Мұханов сатып алды кісі, мен жаңа аппарат басшысы қабылдап мені. Болды, мен өзім Тобаева Айнұр Шорабекқызына өзім лично тапсырма берем. Ол сізді ауыстырады. Кете беріңіз деді. Мені шығарып салды. Мен келем, ешкім мені ауыстырмайды. Сөйтіп мен ол маған визиткісін берді. Маған хабарласыңыз деп. Мен ол кісіге звондаймын. Ол айтады, мен поручение беріп қойғам, ауыстыр деп, сізді ауыстырмады ма? Жоқ, ауыстырған жоқ деймін. Сөйтіп бүгін азанда жаңа хабарластық. Сөйтіп оны барып уточнить етіңізші деді. Мен оларға бірнеше рет айттым деді. Ауыстыр деп деді. Сөйтіп менің бөлім басшысым жаңа кадрге звондады. Сондай поручение берген екен ғой, не болып жатыр бұл жаңа Ошатаева Гүлмираның мәселесі деп. Сөйтіп қазір мен директорге кіріп деді жаңа Асхат Тұрсынбаев кадр басшысы. Мен хабарын айтам деді. Біраздан кейін айтты, жоқ, ойға ауыстырмайды, еңбекші бірге немесе Абайға ауыссын. Ол Әл-Фарабиге ауыспайды деп айтқан.
Мен не қыламын, ол әр жерден жүр. Мен ол Әл-Фараби Абайды еңбек үшін сұрап жатқан. Любой соңғы ауыз тек қана ол жерге ауыспайды. Сонда ол жерде не бар екен деймін да мен сонда. Сөйтіп мен кейін жаңа сатып алдым Мұханов мырзаға, жаздым. Бұл директор ханым қандай адам дедім. Астананың айтқанын істемейтін дедім. Ауыстырмаймын деп бізге қазір жауап берді дедім. Сөйтіп бір сағаттан кейін маған жаңа бөлім басшысы, сізді ішке кадр басшысы сізді шақырып жатыр деді. Жіберді мені. Сөйтіп бардым. Сөйтсем өздері жаңа совет директоров құрып қойған ғой. Ол жерде бір емес екі зам отыр. Кадр басшысы отыр. СБ басшысы отыр. Жаңа Тобаева Айнұр ханым отыр. Директор. 5 адам отыр, жан жақтан мені талап мына жерде. Сен ол жаққа бармайсың, саған деп қояды, балдарыңа ыңғайлы үшін саған біз 2 сағат уақыт бер. Ол заңда жоқ қой, 2 сағат маған обед береді. Мен 2 сағат жоқ болсам, ертең тағы да бұлар тексеріп бар да. Бұның 1 сағат акт жазады. Бұл жұмыс орнында жоқ деп. Бұлар маған қасақана істеп отыр да оны. Мен сонда сайрамнан үйге келіп, балдарым жағдайын қайтадан сайрам, мен ондай жағдайым жоқ. Мен ана жақтан келіп, обед келіп. Бопты, мақұл дедім, мен істей берейін дедім, мақұл дедім. Бірақ дедім, әділ түрде болсын ротация. Сіздер неғып отырсыздар? Сіздерде 16 жыл болды дедім сіздің отырғаныңызға. Менің таза орным шыққаныма, таза приказ шыққаныма маған 1 жыл болды дедім. Сіздер 16 жыл болды, сіздер неге ротация болмайсыздар деймін да. Бұл Шымкент қаласын тексеру керек. Түбімен қопару керек. Тексеру керек. Жаңағыдай управление басқарманы түгелімен ауыспаса, бұл жемқорлық болып кете береді. Жасала береді. Қаншама адам осы ротацияның кезінде, қаншама адам жұмыстан кетті өз еркімен. Өйткені оның жұмысы қаланың ана басында, оны ана жаққа апарып қояды, ол барып келу оған ыңғайсыз. Мүгедек балдары бар, аналар да бар. Аналар бар, мысалы үшін. Мен еркек болсам, мысалы үшін еркісі болсам, мен үйтпес едім да, мен анамын. Мен балдарым барып тамағын істеуім керекпін. Мен кішкентай, мен ешқандай балам кәмелет жасына толмаған. Бәрі кішкентай. Садикте 1-ші класс оқиды, жаңа 1 жас 7 ай болып отыр. Мен 1 жас 3 ай кезінде ауыстырып жіберді олар. Бесіктегі кезінде. Сол үшін менің талабым Шымкент қаласының басқармасын, жаңа халыққа қызмет көрсету орталығының басқармасын түгелімен ауыстырып, жақсылап тексеру жүргізуін мен сұраймын. Әділдік болса. Құзырлы органдардан. Иә, құзырлы органдардан. Енді қараңыз, Гүлмира ханым, мынау сіздің басыңыздағы өтіп жатқан оқиға, бұл қаншама жылдан бері қордаланып, жиналып қалған дүниелер. Егер сіз осынша уақыт қудаланбағаныңызда, құқығыңыз тапталмағанда, сіз бұл жерге келмес едіңіз. Жан айқайыңызды айтпас едіңіз, дұрыс па? Жалпы Шымкент қаласында, жалпы Қазақстанда дейікші, біздің елде әйел адамға жұмыс жасау қаншалықты қиын? Бізде қиын ғой енді. Мысалы үшін жаңағыдегі ана болғаннан кейін ол мысалы үшін балаларының жағдайын жасау керек. Мысалы үшін мен өз жағдайыма келгенде маған қазір өте қиын болып жатыр. Өте қиын болып жатыр. Ипотека бір жағынан, балалардың тамағы, киімі бар. Одан үлкен қызым менің 11-ші сыныпты бітіріп алды, ол да студент болады. Мысалы оның бәрі мен жолдасыма артып қойып отыра алмаймын мен. Оларға жоғары деңгейде білім бергіңіз келеді. Оларға тиісті деңгейде жаңағы достарынан қалмас үшін, қатарластарынан қалмас үшін, жаңағы жүріп тұруына, жаңа қыдыруы бар, басқа бір жерлерге баруы бар, онда үйірмелері бар. Сол үйірмеден қалып отыр ғой менің балам. Жаңа футболға барғысы келеді. Мама, мен барайыншы дейді. Бірақ оны мен қаратып қоямын да. Енді амал жоқ менде. Сонымен жолдасым да ар жақта істейтін Атырауда, жаңа вахтовый жұмыста. Ояқтан шықты ол. Мен ротация болып ауысқан, уже қарау керек қой. Енді бүгін шақырып алып, маған тиісіп жатқандар олардың. Сен дейді жолдасың документтерін қабылдағансың дейді. Бұл халыққа қызмет көрсету орталығы, ол 1 жыл бұрын қабылдан. Жоқ, заңсыз не тауып бересіздер, маған берсеңіздерші, бермейді. Ал сол жерде заңсыз бір нәрсе болса, менің алдыма лақтыратын еді олар. Міне по собственный жазда шығып кет, Иринаны біз үйтеміз деп. Онда ештеңке берсеңізші десем, маған бермейді. Біз уақытысын, жоқ, қазір тексеріңіздер деймін да. Ақыры таптыңыздар, не десем, бермейді, тексере алмайды. Маған
уговаривать етіп жатқандар. Сіз сол Қаратау 2-де қала беріңіз, 2 сағат сізге обед берейік дейді. Сіз сол жерде істей беріңіз дейді. Жарайды, мен істей беремін да, мақұл, мен жұмыс таңдамай ақ қояйын. Мен түсіндім да бұлардың істеп жатқан тірліктерін. Бірақ әділ түрде өздері ротация болып, полный ауыссын. Әділ түрде жұмыс жасалсын. Мен тек қана соны талап етем болды. Мен істей беремін, жарайды, мен істей беремін. Әйтеуір үкіметтен айлығым жүріп жатыр. Мен олардан ақша сұрап жатқан жоқпын. Мен бала шағамды асыра деп жатқан жоқпын мен ешкімге. Мен ешқандай талап қойып жатқан жоқпын. Мен тек қана сұранғаным едім. Бірінші үйінге шейін балалардың сабағы біткенше мені уақытша қоя тұрыңызшы деп сұрадым. Мен басқа артық ештеңе сұраған жоқпын. Ол жерде тағы мен айтатыным, жаңағыдегі бәрі ротация болады да, бірақ қайтадан өздерінің орындарына атконмен жүре береді. Сөйтіп екінші адам барып жаңа айқай шығарады ғой управлениеге барып, басқармаға. Неге? Менімен бірге ротациондар қайтып барып істеп жатыр десе, сол айқайдан қорады да қайтадан аннулировать етеді да, орындарына жіберіп қоя салады. Ондай жағдайларда болып жатыр. Бұларға приказ шығару мен оны жою ештеңе емес екен. Приказ деген еш нәрсе емес екен. Әйтеуір білгендер ойларына бүгін шығарылған бұйрық ертең жойылады десеңіз. Жойыла береді. Иә, сөйтіп жойыла береді. Жақын арада бір қыз сөйтіп жұмыстан шығып кетті. Ол қаншама адам, қаншама келіншек жұмыстан шығып кетті. Мысалы үшін менің орныммен ауысқан келіншек Абайский соннан жаңынан Нұртасқа ауысты ғой. Сол келіншек, ол да жұмыстан шығып кетті по собственному желанию. Ол отырып ана жерде істеген, оны алып мына жаққа әкеліп қойды. Сөйтті да, ол мына жақта келіп мен істей алмаймын деп, ол сол күні жұмыстан шығып кетті. Алыс па оған жұмыс? Сондай ма білмеймін, әйтеуір шығып кетті ғой жұмыстан. Қаншама мен өзім білуімше бір 17 ма орын босады ғой осы ротация кезінде. 17 орын босады. Яғни жұмыстан босатқысы келсе адамды ұзақ жолға, ол амалын жоғынан істей алмайды да, барады да, по собственному. Өйткені жол пұлымен шығып кетеді ғой. Бізде көліктер кейде ерте тоқтап қалады, автобустар. Сол кезде жұмыстан қайтатын уақытта автобусқа емес, таксиге мінуге тура келеді. Жаңа сіздердің айлықтарыңыз таксимен ақ кетеді ғой, былайынша айтқанда. Енді сіз обедте барып келсеңіз, автобуспен былай жүрмейсіз, кейде таксиге мінуге тура келеді, жұмысқа үлгеремін деп. Яғни оның бәрі қаражатқа келіп тіреледі ғой. Жалпы елімізде қазақ әйелдерінің құқығы, гендерлік саясат қалай жүргізіліп жатқаны, мысалы оның ішінде көп балалы аналарға қандай жағдай жасалынып жатқаны, еңбек инспекцияларының адам құқықтарын, оның ішінде әйел адамның құқықтарын, көп балалы аналардың құқықтарын қалай қорғап жатқанын. Бізде айтады, көп балалы аналар көшеге шығады. Неге шығады? Өйткені осындай қолында билігі бар азаматтар көп балалы аналарды осылай қудалап итермелейді. Сіздер жайдан жай шықпайсыздар ғой. Дұрыс па? Сол себепті біздің еліміздің президентіне осы бағдарламаны пайдалана отырып үндеу айтсаңыз болады. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев, мен сізге айтарым бар. Біздің Шымкент қаласындағы болып жатқан жай, осы көп балалы ана ретінде мен сізден сұрарым. Шымкент қаласындағы халыққа қызмет көрсету орталығын атқарып жатқан жұмысын толығымен тексеруге тапсырма беруіңізді сұраймын. Және де мен бұл мәселемен жүргеніме уже 6 ай уақыт болып отыр. Мен шағымданбаған жерім жоқ, бірақ бәрінің жауабы бір. Бұл жерде мен ешкімнен ештеңе сұрап тұрған жоқ, мен балдарымды асыра деп жатқан жоқпын бұл жерге. Мен істеп жатқан жұмысымды тек қана уақытша балдарымның, жаңағы кішкентай баламның балабақша жасына ілінгенше мен сол үйімнің қасындағы халыққа қызмет көрсету орталығында қалдыра тұруын өтінген едім. Бірақ соған бола менің артыма түсіп алып, уже 6 айдан бері мен тексеру, қай жерге барсам да бөлім басшыларына мен жамандап қояды. Мысалы үшін қазір мен Қаратау ауданында істеп жатырмын ба? Ол жерге де мен әшейін ол жерде құр отырмын, құр жүрмін. Мен приемға да отырмаймын. Өйткені яқтан айтып қойған, оған ештеңе істемей, құр әшейін жүріп қайтсын дейді да. Мынау жаңа Асхат Тұрсынбаев. Мен әшейін барам, әшейін отырып қайтам. Ешқандай не жоқ ол жерде. Мақұл ғой, мен жұмысым жүріп жатыр, мен барғаным әшейін айлық жүріп жатыр да ол жерде. Айтып қойған, ол ешқандай жерге отырғызба, тек қана тисе беру керек. Яғни жаңа Асхат мырза сізді жағымсыз кейіпкер ретінде ол жаққа суреттеген соң, сізді қудалау барысында олар сізге жұмыс бермей, психологиялық, моральдық тұрғыда
осылай қысым жасап жатқан түрлері ғой, міне бізде Қазақстанда мемлекеттік қызметте, тек қана мемлекеттік қызметте емес, мынау жалпы қызмет орындарда жұмыс істейтін азаматшаларды жергілікті жердегі қолында қызметі бар азаматтар қалай қудалайтынын осылай ашық көрсету керек негізі. Себебі жалғыз сіз емес, осылай құқығыңыз тапталып жатқан әйел адамдар өте көп негізі, өздеріне ауыр сөз айтқызып жатады, оның барлығына көніп жүретіндерді де білем. Жалпы әйел адамдарда емес, ер азаматтарда бар, жаңағы басшыларының ауыр сөздерін көтеріп, үндемей, параға жұмсаса парасын алып, жемқорлық жаса, сыбайластық істе десе, жаңағыдай олардың бұйрығын орындап, өздері осындай қылмысқа барып жататын қызметкерлер де бар. Сол себепті бұндай дүниені ашық айту керексіздер. Гүлмира ханым, енді сіз қазір қараңызшы, ашық шығып отырсыз. Ертең қудалау одан жаман болады деп ойламайсыз ба? Бұлар осы уақытқа шейін қудалап келе жатыр ғой. Мен өтірік еш нәрсе айтып жатқан жоқпын. Жүйкеңіз шаршаған жоқ па? Жүйкем шаршауына шаршат, амал жоқ қой. Енді істеп жатырмын жұмысымды. Жұмысыма барам, қайтам уақытысында. Уақытысында барам, уақытысында қайтам, машин барып отырып қайтам, болды. Ешқандай жұмыс не жоқ. Бүгінгі істеген тірліктері бұлардың үште шақырып мені. 5 адам не құрып, жан жақтан шыққаннан кейін мен уже сөзім жоқ бұларға. Мен содан кейін сіздің алдыңызға келіп отырмын. Мен уже айтуым керек бұны. Айтпасам болмайды бұны. Өздері жеткізді осындай дәрежеге. Осындайға өздері жеткізіп отыр мені. Енді алсын сыбағаларын. Енді басқа не айтасыз? Өздері жеткізді, сізді итермеледі. Жан жақтан қысты 6 айдан бері. Сіз алдарына бармадыңыз емес, бардыңыз, дұрыс па? Шағымдандыңыз, жоғары жаққа хабар бердіңіз, мына жергілікті жердегі басшылардың істеп жатқан іс-әрекеттері жайлы. Жоғары жақ біледі ғой? Бәрі біледі. Астана. Бірақ бәрі көз жұмып, құлақтарын бітеп, бізде құлағы бітеу, көзі көр, директор шешет дейді. Олар Астана ештеңе шеше алмайды екен. Тек қана бұл жерде директор шешеді екен. Олардың несі жетпейді екен. Айтқан күнде де оны айтқан істемейді екен. Біздің Қазақстанда адам құқығы қаншалықты сақталады? Адам құқығы мен сақталып жатқан еш нәрсе көріп жатқан жоқпын. Мемлекетке қызмет етіп жатқан қызметкерлердің құқығы қаншалықты сақталады? Ешқандай сақталып жатқан жоқ қой. Мысалы, бізде бір инспекция, департамент, басқарма, мемлекеттік қызмет істер, қорғау, ананы, мынаны барлығын ашып тастағанда, еш нәрсе жұмыс атқармайды. Қызметкерлердің құқығын қорғап жатыр, жаңағы еңбек құқығы тапталып жатқанда, оны да құқығын қорғап жатырмыз деп жаңа есеп беріп жатады ғой, статистикамен прокуратура, ойбай, ана пәленшегі құқығы. Жоқ, соны сіз енді қызмет бабында жүріп, қудаланып жүрген адам ретінде айтыңызшы, бізде қаншалықты, мысалы, көп балалы ана ретінде қаншалықты қорғалады? Ешқандай қорғалып жатқан жоқ. Қанша деген баға бересіз? 10 мен 0-дің арасында? 0 ғой, енді мына менің жағдайыма келген 0 ғой. Мен шағымданбаған жерім жоқ қой, 6 айдан бері. Мен Астанаға шейін барып келдім. Сіз Астанаға барған кезде, мына жақта бала шағаңызға бір нәрсе болған кезде, кім жауапты олар? Ешкім де жауап бермейді ғой бұл жерде. Мен өзіңізді кінәлайды ғой? Мен кінәлайды, иә. Ал мына осы уақытқа дейін жасаған адамдардың іс-әрекеттері көрінбей қалады. Көрінбей қалады, иә. Мені кінәлап шығады, ол тастап сояққа барып келді деп. Енді бұлар шешпегеннен кейін мен амалым жоғынан барып келдім. Бірақ олар да ештеңе шешкен жоқ. Гүлмира ханым, сізге сұрақ қойыңызшы. Көп балалы ана ретінде сіз осы уақытқа дейін 2018-ден 2025-ке дейін мына демалыс уақытын сізде өзіңіз таңдау құқығыңыз бар. Отпускной белгіледі ғой, иә? Сіз соны өзіңіз таңдағансыз ба белгілі бір уақытта? Мен таңдаған, бірақ оған рұқсат бермейді. Мен жұмысқа кіргелі, мен тек қана күз айында шығам. Мен сұранам жазға деп. Жоқ дейді, ол қай айда кірдің, тек қана сол уақытта шығасың дейді. Мен бір ретте мен жаз айында мен демалыс уақытын алмағам. Тіпті ол кезде де сіздің құқығыңыз тапталған, иә? Ол кезде де құқығым тапталған. Ешқандай мен
көмек көріп те жатқан жоқ. Мен көмек сұрамай-ақ та қойдым да, бірақ мен істеп отқан жұмысыма тыныштық берсін десең, тыныштық берсін да, иә. өзім тыныш кіріп, қызметімді атқарып, тыныш шығып кетейін. Сол ғана ғой мен сұрайтыным. Мүмкін олармен бірге пара істеп бөліспейтін шығарсыз, содан кейін жақпайтын шығарсыз. Сондай болып отыр ғой бұлар. Мен білемін, әрбір сонда енді өзім қаншама халық келеді ғой маған, ана справканы сатып алу үшін. Бұрын енді 500-1000 теңге төлейтін, қазір енді өзінің ставкілері бар ғой. Жақында біздің осы жүйе бағдарламасына келді соң қызметкері бір түннің ішінде өзінің ЭЦП-сімен жаңа біреудің компаниясын екінші адамға ауыстырып берген. Ол адам заявление жазса да қылмыстық іс ашылмаған. Яғни соң қызметкері түнгі уақыт 4-те осы біздің бағдарламада, ол жүйе бағдарламасында ашық айтылды. Яғни өзінің ЭЦП-сі арқылы соның қызметкері бір компанияны алып, екінші компания адамға ауыстырып берген. Мысалы, оның барлығы 400 мыңға. Оның барлығы осы ашық мынау жүйеде болып жатқаннан кейін мен оның барлығын ашық айта аламын. Бұл ақпаратты жалған деп айта алмайды. Себебі антикор қызметкерлері де бұл іс бар. Ары қарай тергеп тексерсеңіздер де болады. Егер де әрине жемқорларды ұстағыларыңыз келсе, заңды бұзған адамдарды ұстағыларыңыз келсе. Бұл деген жүйелі түрде ұйымдасқан іс-әрекеттер ғой. Сол себепті кім ұстағысы келеді, оны ұстайды, ұстағысы келмесе әрине ұстамайды. Оған да басшылықтан рұқсат сұрау керек қой, мынаны ұстасам бола ма, болмай ма деген сияқты да. Сол себепті ғой айтып жатқаным. Мүмкін сіз жаңағы кісілермен бірлесіп, шәй ішіп, сыбайласып, жаңағы кейбір құжаттарды жаңағыдай бірге бөлісіп жасағаныңызда сіз оларға тиімді, пайдалы қызметкер болар едіңіз да, және сол жерде қалатын едіңіз. Сол қызметкер. Тура осындай болды. Сол дүниелерді жасамағаннан кейін сіз ыңғайсыз, қолайсыз қызметкер болып тұрсыз да, ол жерде пара жасай алмай қалады, және сіз оны көріп қояды деген күдікпен сізді ауыстырып жіберіп отыр. Одан кейін ол жерге мен барсам да олардың пара жасап жатқандар мен көріп қоям болып отырмын ол жерде де. Енді сіздің көзіңіз жұмылмай, құлағыңыз керең болмай тұр ғой, сіз бәрін көріп қоятын болғасын. Иә, өздері бірігіп істеп отыр ғой, бәрін бірігіп істеп отыр. Бізде коррупция жоқ дегенге сенесіз ба Шымкент қаласында? Қаяқтағы коррупцияның ең отаны біздің Шымкент қаласы ғой. Сенбейсіз? Иә, сенбеймін, коррупция жоқ деген. Бірақ біздің елде сіздер сияқты адал адамдар бар. Бірақ сондай адал адамдарға қызмет жасатпайды. Тыныштық бермейді, артыңа түсіп алады. Жұмыс жасатпайды ғой. Сіз көп те дүние сұрап жатқан жоқсыз. Тыныш жұмысыма барып, өзімнің айлығымды алып отырсам болды деп. Мен уақытша сұрадым ғой, мен июньнің 1-іне шейін хотя бы деп та, балдарым сабағы біткенге шейін деп. Білмеймін, неге сонша қиын болғанын, сондағысы мен барып, Астанаға барып, өзіме жеке штат шығарғаным болып отыр ғой бұл жерде. Айланып келгенде сол 1 жыл бұрынғы нәрсе, соларды өлтіріп баратқандары сол болып отыр ғой. Айта кететін нәрсе, бұл тікелей қатысты кадр басшысына. Кадр басшысы бұл жерде бәрін істеп отырған мен сол деп. Шымкент қаласының антикор қызметкерлері неге халыққа қызмет ету орталығының кадр басшысын сіздер көрмей отырсыздар? Неге жұмысына тергеп тексеру амалдарын жүргізбей отырсыздар? Негізі шағымданып жатқандар бар ма ол кісінің үстіне? Көп қой, бірақ шағымданама барып тыныштық бермейді ғой, арттарынан түсіп алып. Сөйтіп көп адам мен сияқты айта алмайды да, қорқады. Сәл бірдеңке тисе, мен уже қорқа мен уже шыдамым бітті. Батыр болдым дейсің? Иә, мен батыр болдым. Мен өтірік нәрсе айтып жатқан жоқпын. Әріптестеріңізге қандай кеңес бересіз? Өзіңіз сияқты. Мен әріптестеріме айтатын мысал үшін, мен әріптестерім ешқайсысына ешқандай жалобым жоқ. Бірге істеген мына Әл-Фараби ауданында. Мен тек қана айтатыным мына управление. Мен бәріне жамандап қойған ғой, олар, о, Гүлмира сөйтіп жатыр, ана үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр деп мені бәрі бүткіл Астанаға жамандап қойған. Менің әріптестерім де отыр, ротация болып кеткендер. Енді олар үндемей отыр, ештеңе дей алмайды. Олар айтады, енді сенің жағдайың сияқты емес, енді қоя берші, біз кете берейік дейді да, бірақ сенің жағдай, мен бәрімен сөзім сөйлеп отыр. Қандай кеңес бересіз оларға? Ашық ойларын айту керек қой, бірақ ешқайсысы. Өз құқықтарын қорықпау керек. Жемқорларды тауысасыздар өстіп. Әрбір азамат өз құқығын қорғап шыққан күні өзін сыйлата алады. Оған дейін құқығыңыздың тапталған. Иә. Дәл сіз сияқты шығыңыздар, қорықпасын, айтсын парақорды парақор деп,
жазсын үстінен антикорға. Біздің антикорда жұмыс істемейді ғой. Істемейді ғой. Антикор, ұйықтамаймыз, Шымкент қаласы. Бәрі. Өткенде де мысалы үшін неге 8 мартқа бізге тағы да премия түсті. 65 мың деп бізге письмо жіберді. Сөйтіп менен 61 мың ба 62 мың ба алуым керек, мен жаңа айтып жатырмын, мен еш нәрсе істей алмайды деп. Сөйтіп 50 мың түсіріп отыр. 8,5 мың теңгем жеп отыр, 58,500 түсу керек маған. Сөйтем да, үндемесең үндемей отыра береді. Мен соны Астанаға барғанда мен айттым. Тағы да дедім, менің немді жеп отыр дедім. Сіз неге сөз сразу жаз? Мен уже оларға жазғанымен бәрін ақшамен жауып тастайды. Қаншама адамның нәрсесі желініп жатыр да. Сөйтіп менің көзімше звондады бухгалтерияға. Сондай деп айтып жатыр ғой деп. Бұл біз қателесіптік, біз түсіріп береміз деп маған осы жаққа келгеннен қайтадан түсіріп берді. Олар сонда сауатсыз ба бухгалтерия? Сауатсыз ба? Сонда қалай қателеседі ол? Олар қанша жылдан сұрамасаң бермейді. бермейді. Сонда мен қайта айта беру бәлеқорсын. Осы бәлеқордың аузы жабылсын. Аударып беріңдер ананы 8 мың деген жар. Ғой, деді. Бір жеріне шықсын деген жар. Мен бұл жерде сол 8,5 мыңға мен қарап та қалған жоқпын да, мысалы үшін. Мейлі ғой деп қойсайын деп, мен уже шаршап кеттім бұлардың істеп жатқан тірліктеріне. Жоқ, қарап қалған емес, сіз әрбір сағатыңыз, әрбір адамның уақыты ол өзіне қымбат. Сіз өз-өзіңізді сыйласаңыз, сіздің энергияңыз, уақытыңыз, балаларыңызды тастап сол қызметте келіп, халыққа қызмет етіп отырғаннан кейін, сіздің әрбір уақытыңызға төлену керек. Неге сіз оны бере саласыз біреуге? Бұл жерде қарасаңыз, тек қана мен емес қой, мен ғана айттым, мен ғана аударып берді. Қаншама ана бар бұл жерде? Қаншама адам бар да? Антикор 8 мыңнан. Есептеңіздер, халыққа қызмет ету орталығында қаншама қызметкер жасап жатыр. Солардың барлығына 8 мартқа аударылмаған болатын болса, аудартқызып беріңіздер. Үлкен сыйлық жасайсыздар. Шымкент қаласының антикор, оянамыз. Әріптестеріңізге кеңес беріңізші. Жалпы ше, соны бір тоқталып. Мен әріптестерім бәрі қорқып отыр, айтатындарым бәрі бар, бірақ сен сияқты біз айта алмаймыз дейді. Өйткені бізді дейді, үйтіп шықсақ дейді, бізді күйеу жағынан қайнысын тауып алады. Бізде Шымкентте солай ғой. Апасын тауып алады, ағасын тауып алады, сөйтеді, соларға қоғанлық жасайды. Анау апаңның аузын жап, қарындасыңның аузын жап, неге өзінше болып жатыр, ол бір жерде бір бәлем бүлдіреді скоро. Сол кезде оны соттатамыз, қаматамыз, үйтеміз. Міне, біздің елде болатын жағдай, үнемі болатын жағдай. Және неге арыз жазбайды деп, міне құзырлы органдар, жоғары жақ әсіресе, неге арыз жазбайсыздар дер кезінде деген сұраққа жауап осы. Егер қызметкер дер кезінде арыз тастайтын болса, көкесін, жәкесін, апасын, анасын, туысқан, оны біреулер тауып алады да, сол арқалы қысым көрсетеді, қоқаң-лоққы жасайды, сөйтеді да, сол арызды, жазған арызды алдырады. Содан кейін алдырып болғаннан кейін оның артынан қудалайды, қорқытады. Дұрыс па? Иә. Уже шыдай алмай жұрттар жұмыстан да шығып кетеді. Мә, жинап ал жұмысыңды дейді. Дұрыс па? Құрсын басымнан садаға сол жұмыс, басымның тыныштығы керек. Туысқандарым менімен араласпай қойды, бәлеқор деді. Деп солай ғой негізі жалпы. Сөйтіп отыр ғой. Мен бүткіл Астанаға, бүткіл Шымкентке мен бәлеқор атандырып қойған бұлар үшін. Бәрі бағана бар, мені танымайтын жаңадегі замда жақында келді ол, біраз уақыт болмады. Соның өзі маған қарсы шауып отыр ғой. Мен айтып отыр ғой, мен жағдайымды айтып отыр, мысалы, мен білмейді да ғой. Мысалы үшін жақын арада келді да ол кісі. Соның өзі маған, сіз бармайсыз Әл-Фараби 2-ге дейді, маған айтады. Неге деймін? Бара алмайсыз дейді. Любой цонға бар, маған любой цон не керек бар маған? Менің үйімнің қасында сол. Сіз ана еңбекшіге ақ бара беріңіз, ол да сізге жақын дейді. Гүлмира ханым, ертең мынау бағдарлама шыққаннан кейін астына неше түрлі ақпараттар жазғызуы мүмкін. Бұл өзі таза болса, бұл деген өзі параға неше түрлі нәрсе жасаған деген ақпараттарды да шығарады. Мен енді таңғалмаймын, өйткені бізге келіп түсіп жатқан кейіпкерлердің астына кейде осылай жазады. Өзі таза болса, көререм, немесе өзіңде былықтары жетеді деген сияқты. Сіз ондай ақпараттардан, пікірлерден қорықпайсыз ба? Мен қорықпаймын, менде ондай еш нәрсе жоқ. Өзіңізге сенімсіз ғой? Мен өзіме сенімдім. Менен ештеңке бұлар жоқ қой, претензия иметь ете алмайды. Мен айтамын ғой, не үшін менде бір нарушение болды ма?
или менде бір выговор болды ма, не үшін мені ауыстырдыңыздар? Ол ротацияны бір нәрсеге сүйеп ауыстыратын шығар, мен өзім ойымша да. Мысалы үшін ұзақ отырып қойған адамдар, или бір мысалы үшін бір нәрсемен жұмыс орнында бір тәртіп бұзушылық болса да, мысалы үшін ауыстырып жіберетін нәрселер бар. Менде ондай еш нәрсе жоқ. Менде мысалы үшін ондай еш нәрсе жоқ менде. Яғни біздің президент айтып отқан адал адамның бірісіз. Мен өзімді қай жерде болса да мен өз-өзімді алып шыға аламын. Өйткені менің қалай тексерсе, мен 6 айдан бері тексеріп келе жатыр ғой олар. Менің үйімді барып сыртымнан көріп деді, сен мына жерде тұр, мен карта бағана айтады, директор айтады. Мен білдім, сен қай жер үйіңді білемін мен сені дейді. Сонда до того мен артымнан неше түрлі нәрсемен мен тексеріп жатыр да бұлар. Менің документімді қопарып былтырғы қабылданған, менің алдыма былтырғы қабылданған нелерімді беріш көрейінші деп көрсетпейді. Не ол десем, сен күйеуіңді қабыл. Не болыпты күйеуімді қабылдаса, мен заңсыз бір нәрсе бар ма екен өрде деймін. Сөйтсем, кәдімгі берсеңіз, ашсаңшы, давайте бірге ашайық, көрейік, не бір заңсыз бір нәрсе айта алмайды еш нәрсе. Яғни тырнақ астынан кіріздеу ғой бұл жерде. Сол жерде заңсыз бір нәрсе тапса бұлар, менің алдыма лақтыратын еді. Қазір тура по собственной жазда жұмыстан шығып кет, немесе сен көнесің деп маған айтатын еді олар. И тем более маған телефоныңды мына жаққа қалдырып кетті, өзің кір деп, менің телефоным сумкамен кабинетке қалдырып кетті. Мен ойлайтын жерім бір нәрсе басып алады деп. Мен ондайым жоқ. Не аламын, мен оны басып алып, мен өздерін тура беттеріне де айттым. Сіздердің істеп отқандарыңыз ұят қой дедім. Мен дедім, ешкімнен қорықпаймын, мен құқығым бар дедім. Мен ешқандай өтірік нәрсе айтып жатқан жоқпын. Мен өз құқығымды қорғап жатырмын. Біз қазір демократиялық заманда өмір сүріп жатырмық қой. Мен өз құқығымды қорғамасам, менің құқығымды кім қорғайды сонда? Мен айтуым керекпін, мен ішімдегімді айтуым керекпін. Менікі дұрыс қой бұл жерде. Соншалықты, сонда мен көп балалы ана ретінде, алдына адами тұрғыдан маған көмектеспесе, ол не үшін бұл жерде директорлық қызметін атқарып отыр? Адами тұрғыда адамгершілік деген нәрсе болса, мақұл 45-ші бап болсын. Тегін үй сұрап отқан жоқсыз. Үй сұрап отқан жоқпын. Маған бір нәрсе көмектесіңдер деп отқан жоқпын. Мен балдарым киіндіріңдер деп отқан жоқпын. Тамақ әперіңдер деп отқан жоқпын. Мен тек қана істеп отқан жұмысымды Қызмет жасайын деп тұрсың ба әйелге? Қызмет жасайын. Мен уақытша сол жерде балдарым сабағы біткенше мені қоя тұр деп сұрап келдім мен 6 айдан бері. Жоқ дейді. Мен уже олардың істеген бүгінгі тірліктерінен кейін мен де шыдам бітті да, мен айтайын дедім бұны. Білсін, жаңағы президент мырзамыз білсін, не болып жатыр Шымкентте. Көп балалы аналардың жағдайы қалай, құқығы қалай қорғалып жатыр, оларға қандай жағдай жасалып жатыр. Ешқандай жағдай жасалынып жатқан жоқ. Тек қана жағдайды қиындату бұл жерде. Гүлмира ханым, келіп осылай сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Әділетті Қазақстанды құру әрбірімізден басталады. Егер сіз өз қызметіңізге, өзіңізге адал болсаңыз, әділетті Қазақстанды құру оңайырақ болады бізге. Бәрі де өз ойын айту керек деп ойлаймын мен. Ешкімнен қорықпау керек. Ол әркімнің құқығы ғой. Мысалы үшін аналарды оның рұқсатынсыз ауыстыру, мен осы бапқа өте қарсымын да. Мынау қандай заң шығарып отқан жаңа құзырлы органдарға да мен наразымын, мына заңға да. Парламент депутаттарына да мен наразымын мына шығарған заңға. Сонда бұл жерде қалай ол бір ауыз ескертуге болмай ма? Бір ауыз ескертуге болатын шығар. Ол бұл жерде мысалы үшін сәл жағдайды да түсіну керек та. Әркімнің басында неше түрлі жағдай бар бұл жерде. Әркімнің басында. Бізде еңбек кодексінде көптеген баптарға өзгеріс жасау керек. Бұл әрине біздің құрметті депутаттарымызға да үндеу болып табылады. Себебі көптеген еңбек кодексіндегі баптар адам құқықтарын өрескел бұзады. Соттың шешімдерін орындамай отырған еңбек инспекциясында жұмыс жасайтын қызметкерлер бар. Көптеген бір баптарды ұстап алған. Бізде бір бапта қарсы жұмыс істейді. Мысалы, біреу адам құқығын қорғау керек деп тұрса, мына жақтан адамның құқығы қорғалып тұрса, мына жақтан сол қорғалып тұрған құқығыңды келіп таптап тұрады ғой. Мына бап бойынша менікі дұрыс деп қорғап барсаң, саған екінші бапты шығарып тұрады ғой. Ол бап жемқорлар мен сыбайластарға арналып шығарып қойған бапта. Сөйтеді, сенің мынау шығарып көрсетіп тұрған бабыңда келеді, ана баппен бұррат. Сонымен басың салбырап, қайтадан құзырлы органдарға барасың, осылай жүресің Қазақстанда, былай менің құқығымды кім қорғайды екен деп. Амал жоқ айқайлап шығасың. Дұрыс па? Дұрыс. Гүлмира ханым, көп рахмет келіп осылай сұхбат бергеніңізге. Бүгінгі эфирді біздің интернет
жүйесіне сала берсек болады ғой, иә, YouTube арнамызға. Бүкіл пабликтерде бөлісе берсек те болады, иә? Конечно. Рұқсат бересіз ғой? Рұқсат беремін. Рахмет. Білсін, көрсін, біздің Шымкентте қандай жағдай болып жатыр, жаңағыдай басқармада не болып жатыр, білсін, бүткіл Қазақстан білсін. Құрметті көрермен, күрмеуі шешілмеген мәселелеріңіз болса, біздің жүйе бағдарламамызға келіп, ашық үстел үстінде талқылауға болады. Төмендегі номерлерге хабарласыңыздар.